Kızlar mez o Somen gördük kızlar. Болды бля! Боқтатты! Сөйлесіп отырық қой мына жоқ. Тізесін тістеп алған. Жай, сөйлесіп отырық қой өзімізді. Қайдағы айдана? Айданалар бар, айгүлдер бар, Қа, бір минут жат. Иә, сол данчолар бар, әдөк деген. Иә, балдармен. Иә, қайтамыз ғой біраздан. Привет, Айдана. Қалайсың, таныдың ба? Мама. Мұхтарға... Мама. Мам, медет қой. Сағат 10-да кино болады. Көті қыши! Жоқ, жан, саған емес. Медет қой. Жейсің не? Менікі ғой? Алло, ол ертең көреміз енді. Нихауар ғой, нихауар. Мал ғой, мал да. Бүгін дұрыс сабағында шашки ойнаймыз. Ой, ағай, шашки ойнағанша біреудің тағдырымен ойнайық та ғай. Әлпияты естайсың ба не? Малсың ба? Африкада қаншама ел тамаққа, суға ақша таппай отқандар бар. Пят естайсың ба дейді ғой. Таиланд сияқты мемлекеттерде екі жыныстылар бар екен, осындай балдар. Прикинь? Сондықтан қыздар біз сияқты бір жынысты таза еркектерді бағалаңдар. Азайып баратырмыз. Қызыл кітап бәрін шығарып жазып қойсаңдар. Медет сен Асқарға 10 мың теңге бердің, сенде қанша қалды? Асқарға 10 мың теңге бермеймін. Жұрттың ма ақша қарсы сізге берсем беретін жан, маған бермеймін ақша. Басқаша айтсаңшы, алма деп қойсын. Мақалды жалғастырамыз. Еңбектің наны тәтті. Қыздардың ерін тәтті дейсің. Келгендегі әңгімелер пара салып 6 ай бойы қиындық көресің ғой, короче. 6 айдан кейін үйреніп кетесің, уақыт зыр ете алады. Зыр. Әшейінде тамақтар былай ғой. И комиссия келеді деді, дастархан гүл ғой. Қойш, гүл жедіңдер ма? Прикинь. Короче, өзім 99 ғой. Бір 95-тің баласын, балам ғой. Қойш? Бала деп қойып. Біз ол қиындық көрдік. Шаш алатын, повар, правасы барлар қиналған жоқ. 5 таяқ жей берген. Тығылып сөйлесіп отырам, кеп қалады ғой комиссар. Ойлаш, ішіме тығыз береміз. Шығар дейді, шығармайм. Ақыры шығармай, алып қаламын телефон. Зарплата 3-ақ мың ше, бірақ бәріне жетеді. Ауысып қалады ғой. Қайтып атырық қой бәріміз. Пойызда жүр алмайтындардың формасын шешіндіріп тартып алған балалар болып ше. Сол мен ғой, брат.